Қайырлы күн оқырман. Егер үй жағдайында балаңызда вальгус, варгус, яғни аяқтың деформациясы байқалатын болса, қалай массаж жасап, қалай алдын алуға болады? Алдын алуға болса да бұл массажды және байқалған жағдайда да жасауға болады. Алдымен жақсылап май жағып аламыз, сосын саннан, жамбастан, тізе бөлік, тізеден табанға дейінгі бөлік және табанның өзі 3 бөлікке бөліп аламыз. Мына санның ішкі жағына массаж жасамаймыз. Бір сипап өтеміз. Сыртқы бөлігіне жасаған кезде 4 тәсілді пайдаланамыз. Яғни бұл жалпы аяқ массажы. Алдыңғы видеолардан қарасаңыз болады. Міне бірінші уқалаймыз, әр әрекетті 10 реттен жасаймыз. Сосын міне сипадық, қыздырып алдық дейін, сосын уқалау. Бір барып қайтқаныңыз, бұл бір болып саналады. Қайтадан барасыз, қайтасыз, бұл 2 болып саналады. Сосын кожаны, теріні ширатамыз осылай. Міне былай істесеңіз болады, волна ретінде теңіз толқыны сияқты қылып, міне қолыңызды алға артқа, немесе сізге неудобно болса осылай жасауға болады. До конца жамбасқа дейін жеткізіп жасаймыз, сосын діріл береміз. Тізеге келген кезде тізені айналдыра, жарты круг жасап уқалауға болады, сосын толықты айналдырып жасауға болады. Міне бұлай жасап, 2 қолмен, егер бір қолмен ыңғайсыз болса, осылай жасауға болады. Сосын тізеден төменге қарай өткен кезде, бұл жерде бұлшық ет аз болғандықтан 2-ақ әрекетті пайдаланамыз. Міне сипаймыз, әр әрекетті 10 рет жасаймыз деп айттық. Сосын міне 3 саусақ немесе 4 саусақты бөгіп алып, осылай жасауға болады. Сізге ыңғайсыз болса, осылайынан міне 2 жағына да санап отырып жасайсыз. Күнделікті, мысалы басында 10-нан бастадыңыз ба, келесі күні 12 рет, одан арғы күні 14 рет жасайсыз. Әр күні 2-2 неден қоса бересіз ғой, 2-2 әрекеттен. Сосын осылай санды тізені жасап алдыңыз, балтырды. Міне, егер аяқ X образды болса, қазір видеосын қойып қоям, X образды болса, сыртқа қарай, міне, бұрау тәсілімен пайдаланамыз. Жаңағы аяқтың жалпы массажын жасап алдыңыз, сосын сыртқа қарай бұраймыз, осылай 10 рет. Сосын санды бұраймыз, осылайынан, іш жағынан. Тізеге тиіспейміз. Сосын бізде табан кетеді. Табанның алдыңғы бөлігінде осылайынан жақсылап уқалап аламыз. Сосын әрбір саусақтың арасын жақсылап уқалаймыз. Осы кезекте сіздерге айтып кететін май табан дейміз. Май табан дейміз не? Мына жерде бізде ойық көрініп тұр ғой. Кей кезде бізде ойық болмайды, осы жер осылай май басады. Май масың, соны біз май табан дейміз. Осылай шығыңқы болады. И соны біз кетіру үшін 2 қолмен бірінші табанның жалпы массажын жасап аласыз. Ол алдыңғы видеодан өтіп қарасаңыз, табанның жалпы массажы бар. Сосын соңында, міне, сыртқа қарай. Немесе осылайынан әр іс-қимылды 10-нан кем емес жасайсыз. Егер бір қол ыңғайсыз болса, 2 қолмен жасаңыз. Сосын міне былайынан қырын шығарып отырып, полный круг жасап, осылайынан. Сосын соңында табанды уқалау арқылы массажымызды аяқтаймыз. Сосын айта кететін бір жағдай, егер аяқта қандай да бір деформация болса, варгус, вальгус, пластоскопия, яғни май табан байқасаңыз, балаға алдыңғы жағынан аяққа бірінші массаж жасалады, саннан балтырға, табанға аударылып, міндетті түрде арқасына массаж жасаңыз баланың. Өйткені аяқта деформация болса, омыртқаның да қисаюына әкеліп соғады болашақта. Сол үшін арқа бұлшық еттерінде жақсылап, қыздырып массаж жасап, сосын барып артқаға баланы қаратып жатсыз, уже арқасын жасап жатсыз. И арқа бөлікке де жасаңыз массажды. Жақсылап. Міне, вальгусте сыртқа қарай дедіге, ал варуста
ішке қарайынан осылай дөңгелетіп отырып жасайсыз. Тек қана аяққа жасалмайды, аяқтың алдыңғы бөлігіне, табанға және артқы бөлікке аяқтың. Назарларыңызға рахмет. Келесіде қандай видео көргілеріңіз келеді? Комментарийға жаза кетіңіздер. Бұл кілемшеде жүру арқылы балаңызбен қатар өзіңіздің де табаныңызға, бүкіл ағзаңызға пайдасын тигізетінін білдіңіз бе? Егер білмесеңіз, мен сізге бір-екі пайдалы ақпаратпен бөлісіп кетейін. Бүкіл ағзалардың белсенді нүктелері біздің табанымызда орналасқандықтан, бұл кілемшелерде біз нәскисіз жалаң аяқпен жүру арқылы аяғымызда, табанымызда орналасқан нүктелерді белсендіреміз. Сонымен қатар аяқтағы деформация кезінде табанда болатын май табан болсын, табан бұлшық етінде болатын гипотонусты басу арқылы біз өзімізге пайда келтіре аламыз. Пайдалы жақтарын нақты айтып өтетін болсақ, моторикалық дағдылардың дамуына, яғни жүру, ойнау, ұстау арқылы өзіміздегі баладағы үлкен және ұсақ моторикасын жақсартуға көмектесеміз. Бала денесіндегі тепе-теңдікті ұстауға, формулалардың әртүрлі деңгейі бала денесіндегі тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі. Әртүрлі түсті, пішінді текстуралар бала көздерін жаттықтырып, танымдық қабілеттерін арттырады. Коврик бетіндегі формулалар теріге түрлі әсер беріп, бала терісінің сезімталдығын арттырады. Ковриктің түрлі текстуралары мен элементтері балаға тыныштандыру, сергіту сезімін береді. Енді осы коврикте жасалатын 1-2 жаттығумен бөлісіп кетейін. Бірінші кезекте түзу жүргіземіз баланы. Әр коврикті жеке-жеке басқызып, дәл осылай артқа қайтады. Аяқты жоғары қарай көтеріп, кезек-кезек коврикке қойып шығамыз. Бұл жаттығу баланың моторикасымен қатар физиологиялық жағдайында жақсартады. Дәл осылай артқа қайтамыз. Келесі жаттығу табанның сыртқы бөлігімен жүреміз. Өте жақсы. Кішкене жылдамдатамыз. Дәл осылай артқа қайтамыз. Келесі жаттығу табанның ішкі бөлігімен жүреміз. Қалай болып жатыр жүзу? Омыртқаны түзу ұстаймыз, арқаны тік ұстаймыз. Жақсы. Өте керемет. Келесі жаттығу аяқтың ұшына тұрамыз және өкшеге тұрамыз. Бұл коврикпен бала жүргеннен бастап пайдалануға болады. Өкшеге және аяқтың ұшына. Өте жақсы. Дәл осылай қайтамыз артқа. Қаттырақ аяғың ұшын көтер. Жақсы. Өте молодец. Баланың түзу жүргенінде қадағалаймыз. Бала тепе-теңдікті сақтай отырып, әрбір кілемшеге секіру арқылы жылжимыз. Молодец. Қаттырақ секірсең де болады. Өте жақсы. Түзу секіреміз. Арқаны тік ұстаймыз. Өте жақсы. Бала әрбір кілемшеге секіру арқылы өтеді енді. Жақсы. Өте жақсы. Кішкене қаттырақ секірсең болады.
Әр кремшенің беткей қабаты әртүрлі. Біреуі қатты, біреуі кедір-бідірлі, келесі біреуі жұмсақ. Арқаны тік ұстаймыз. Енді балаға аяқтың ұшымен жүріп өтуін сұраймыз. Өте жақсы. Кейбір кремшелер балаға ауырлық сезімін сыйлауы мүмкін. Күнделікті жасау барысында үйреніп кетеді. Жақсы. Ересектерге де жасауға болады. Күн ұзаққа жұмыста жүрсеңіз, аяқтың шаршағандығын басады. Табанға өте жақсы әсер қалдырады. Келесі жаттығу табанмен жүріп шық. Өкшемен. Жақсы. Молодец. Арқамызды тік ұстаймыз. Міне осы жаттығуларды бала 20-30 минут бойы қайталаса күндікке өте жақсы результат көруге болады. Балада болатын майтабан, вальгусты кетіруге болады.